Саламатсыздар құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұқымқуалаушылық пен өзгерешіліктің эволюциядағы рөлі. Оқу мақсатына келетін болсақ, тұқымқуалаушылық пен өзгерешіліктің эволюциядағы рөлін түсіндіру. Ол үшін біздер ең бірінші эволюция не екенін білу қажетпіз. Эволюция дегеніміз бұл популяциядағы генетикалық құрамның өзгеруімен, бейімдеушілікпен, жаңа бір түрдің пайда болуымен, немесе керісінше жойылуымен, экожүйе мен биосферадағы өзгерістермен сипатталатын тірі табиғаттың дамуының биологиялық үрдісі. Қарапайым тілмен эволюция не ол сонда? Қарапайым тілде айтатын болсақ, эволюция дегеніміз бұл тұқымқуалаушылық, өзгергіштік және табиғи сұрыпталу арқылы анықталатын тірі табиғаттың дамуының биологиялық үрдісі. Эволюция сонда тұқымқуалаушылық, өзгергіштік, табиғи сұрыпталу арқылы анықталатын тірі табиғаттың дамуының биологиялық үрдісі ме? Онда тұқымқуалаушылық деген не? Тұқымқуалаушылық деп отырғанымыз сол ағзаның өзінің белгілерін, қасиеттерін, ерекшеліктерін келесі ұрпаққа бере алу қабілеті. Мысалға, сен мама папаның шашы қандай? Құмаш екеуміздің ағамыз бір емес пе? Екеуміздің мама папаның шашымыз тік. Сондықтан бізде яғни солардың белгілері, яғни шаш тіке болады деген белгісі бізге де беріліп тұр. Яғни біздер ұрпақтан ұрпаққа осылай беріле алу қабілеті. Басқа да мысалдар келтіре аламын. Сабақ өте қызық, бірақ ақыл тісінің ауруы кедергі жасап жатыр білім алуыма. Жарайды. Тұқымқуалаушылықты түсіндім. Ал өзгергіштік дегеніміз не? Өзгергіштік деп отырғанымыз бұл ағзаның бойындағы белгілер, қасиеттер, ерекшеліктерінің сыртқы фактор әсерінен өзгеріске ұшырауы. Нәтижесінде бізде әсер еткеннен кейін оның жаңадан бір белгілерге, қасиетке, ерекшелікке ие болуы. Мысалға, сенің қазір как раз ақыл тісің ауырып жатыр, дұрыс па? Сол ақыл тісі қарап отырсаң, уже аузының тістерінің бәрі толық, бірақ сонда да артынан ең соңғы ол қыстырылысып шығып келе жатыр. Ол бізде қазір саған осы өзгергіштікпен түсіндіріп беремін. Баяғы ертедегі дәуірде адамдар қатты шикі еттермен, өсімдіктермен, яғни азықтар өте мықты, қатты болғандықтан оларға берік тістері, берік жақтар қажет болған. Яғни шайнау, жұлу қасиеттері жоғары болу керек болған. Сондықтан оларда тістері көп болған және жақтары үлкен болған. Сол тістердің көп болуы әлі күнге шейін бізге ұрпаққа беріп келген. Яғни бұл бізде жаңағы айтқан тұқымқуалаушылық. Сызба түрінде түсіндіретін болсақ, мысалға, ата-анасы берілген, әкесіне назар аударсақ, әкесінің шашы тік және бас бармағы қатты майысыңқы. Бұл әкесіне тән белгі қасиеттер болып есептеледі. Ал анасына назар аударсақ, анасының шашы бұйра, бірақ бас бармағы тіке. Ол анасына тән белгі қасиет. Тұқымқуалаушылық бойынша біздерде осы белгілер мен қасиеттері келесі ұрпаққа беріле алу қажет. Ата-анасынан шыққан ұрпаққа назар аударатын болсақ, шашының бұйралығы немесе тік болуы, сонымен қатар бас бармағының тіке немесе майысыңқы болуы да осы ұрпаққа берілген. Яғни бұл бізде тұқымқуалаушылық болып есептеледі. Ал өзгергіштік деп отырғанымыз сол баяғы кездегі жақ пен қазіргі біздің жақтарымыз. Түсінікті ме? Яғни қазіргі кезде біздер дайын тамақтармен жейміз, жұмсақ, өзіміз дайындаймыз, неше түрлі қатты, күшті қажетті етпегендіктен жақтарымыз өзгеріске ұшырап, нәтижесінде қазіргі жақ болып тұр. Яғни бұл бізде өзгергіштік. Яғни біздерде тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік бір-біріне тығыз байланысты десек те болады. Яғни біздер жаңа бір белгіге, қасиетке ие болдық. Түсінікті ме? Басқа да мысал келтіре аламын. Сызба түрінде көрсететін болсақ, мысалға орман экожүйесін алайық. Онда бізде мекен ететін көбелектерге тоқталатын болсақ, бұл көбелектер бір түрге жататын, бірақ түстері бойынша ерекшеленетін даралар болсын. Егер де бұл көбелектерге қандай да бір қауіп төнетін болса, олар жасырыну арқылы қорғанады. Яғни
ағаш діңдеріне қонады. Бірақ та түстері әртүрлі болғандықтан олардың жасырыну деңгейлері де әртүрлі. Мысалға, біріншісіне назар аударсақ, біріншісінің жасырыну деңгейі орташа, ал екіншісінікі өте төмен. Үшіншісіне назар аударсақ, үшіншісінің жасырыну деңгейі жоғары. Сондықтан қауіпке көп төнетін салыстырмалы түрде бұл екінші және бірінші түр даралары. Сондықтан үшінші түр, яғни қоңыр түсті көбелек даралары келесі ұрпақта қоңыр түсті көбелектерді көп дүниеге әкелетін болады. Сыртқы фактор әсер етсін. Мысалға, завод фабрикалардың салынуы. Нәтижесінде ондағы шығатын лас газдар мен қалдықтардың әсерінен ағаш діндерінің түсі қоңыр түстен сұрғылт қара түске дейін ауысады. Ол бізге өздеріңіз білетіндей жаңағы көбелектердің тіршілігіне әсер етеді. Сөйтеді де жасырыну деңгейлері ауысады. Мысалға, біріншісінің жасырыну деңгейі төмен, екіншісінікі орташа, ал үшіншісінікі жоғары болады. Нәтижесінде популяцияның өзгеруі жүзеге асады. Сөйтеді де жаңа белгі қасиеттер қалыптасады. Бұл бізде өзгергіштік болып есептеледі. Сонымен қатар, бұл бізде табиғи сұрыпталу болып есептеледі. Себебі өзінің мекен ететін ортасында қандай да бір бейімдеушіліктерге және де ерекше қасиет белгілерге ие болған ағзалар ғана тіршілігін жалғастыра алады. Қорытындылай келіп, бүгінгі сабақта біздер тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің эволюциядағы рөлін қарастырдық. Онда өзгергіштік пен тұқым қуалаушылық бір-бірімен тығыз байланыста екенін, сонымен қатар эволюцияның негізгі қозғаушы күштері екеніне көз жеткіздік. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып кеңес берулеріңізге болады.